Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Сәби сүйгіңіз келсе, жер жаңғақ жеңіз. Күнделікті мөлшері 100 грамм жаңғақ адам ағзасының ең пайдалы және ең маңызды тағамдардың бірі. Өздеріңіз білетіндей біздің ағзамызға май қажет. Ал миымыздың 70%-дан майдан тұратынын ескерсек, құрамында майы бар тағамдарды үзбей тұтынуға тиіспіз. Әрине, май көптеген тағамдарда кездеседі. Десе де, ең жақсысы балықта, табиғи өсімдік майларында, тұқымдарда және жаңғақтарда болады екен. Жеңдеші жаңғақтың түрлері мен емдік қасиеттерімен танысайық. Орман жаңғағы. Көпшілігіміздің сүйіп жейтін орман жаңғағымыз фундук ағзамыздың қуаттандырып, қажетті микроэлементтерге байытады. Оған қоса, жүрек тамыр жүйесі ауруларының алдын алуға көмектеседі. Атеросклероздан қорғайды. Қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзаны шлактан және улы заттан тамаша тазартады. Тұрақты тұтыну бүйрек тастарынан құтылуға көмектеседі. Орман жаңғағын ет пен балықпен салыстырыңыз. Құрамындағы пайдалы заттар еселенеді. Кедр жаңғағы. Адам ағзасына пайдалы қасиеттермен жоғары бағаланған кедр жаңғағы көмірсулар мен майлардың қайнар көзі. Қанның сапасын жақсартқыңыз келсе, күніне белгілі бір мөлшерде тап осы жаңғақты жеп жүріңіз. Ол токсиндерді тазартады, қан қысымын қалыпқа келтіреді, қан түзіліміне оң әсер етеді. Кедр жаңғағында кальций элементі өте көп. Соның арқасында қанның ұйуын болдырмайды, әрі гемоглобин деңгейін де реттеледі. Артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін тамаша өнім. Ас қорыту процесін қалыпқа келтіреді де, нәтижесінде аз калорияларды тұтынып қажетсіз салмақты жоғалтамыз. Гастрит және панкреатитпен ауыратын адамдар үшін де пайдалы. Сонымен қатар, жаңғақтың құрамындағы марганец глюкозаның сіңуіне жақсы әсер етеді. Нәтижесінде ұйқы безінің жұмысын жақсартады. Майлар энергияға айналады, ал құрамындағы Б тобындағы дәрумендер депрессиядан арылуға көмектеседі. Бадам. Әлем елдерінде ұлттық тағамдарын дайындау үшін қолданылатын бадам жаңғағы жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиетке ие. Депрессияға, жүйке бұзылыстарына, ұйқысыздыққа, стресске және неврозға таптырмайтын дәрі. Дәл осы антидепрессант қазіргі заманғы адамдарға қажет. Олар үнемі күйзеліске ұшырайды. Жұмыстан келген соң 10 шақты данасын жеп алсаңыз, күні бойы жатып тыныққандай әсер аласыз. Бадам есте сақтауды жақсартуды және зейінді шоғырландыруға көмектеседі. Кез келген жастағы адамдарға пайдалы болатын тамаша табиғи антиоксидант. Рак жасушаларының дамуын болдырмайды. Бос радикалдармен күресуге көмектеседі. Кешью жаңғағы. Денсаулықты жақсартуға және көптеген аурулардан арылуға көмектесетін керемет дәмді жаңғақ. Одан бөлек құрсақ көтеруге септігін тигізеді. Егер сізде тері аурулар болса, еш ойланбай кешью жеуді әдетке айналдырыңыз. Көбінесе экземадан, псориаздан және эпидермистің аллергиялық зақымдануынан зардап шегетіндерге ұсынылады. Нәтижесінде аз күннен кейін-ақ байқайсыз, иммундық жүйені нығайтады, қабыну процестерінің алдын алады және вирусты жояды. Грек жаңғағы. Бұл жүрек пен қан тамырларының проблемаларын шешуге тамаша көмектеседі. Қан тамырларының қабырғасындағы түйіншіктерді кетіреді, әрі қанды тазартады. Грек жаңғағы ерлердің еркектік қуатын керемет көтереді. Қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіріп, жүйкеңізді тыныштандырады. Зат алмасу жұмысын жылдамдатады. Грек жаңғағында Е дәрумені өте көп. Аталған дәрумен ағзаны тез қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартып жақсартады. Сондай-ақ емізулі анаға да, жас нәрестеге де өте пайдалы. Өйткені қоректік заттардың арқасында энергия қорын толтырады және дене жасушаларын нәрлейді. Жаңғақтың зияны бар ма? Жаңғақ аллергиялық өнімге жатады. Сондықтан көп мөлшерде тұтынуға болмайды. Артық салмақтан зардап шегушілер де өте сақтықпен жеген жөн. Өйткені мұндағы калория сіздің салмағыңызды еселеуі ықтимал. Құрметті көрермендер, егер де сізге видео ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыз. Сіздерге дәрігерлер айтпайтын өте құпия ақпараттермен бөлісіп отыратын боламыз.